Адамға күніне қанша литр су қажет екенін түсіну үшін алдымен судың біздің өмірімізде қандай рөл алатынын ұғыну қажет. Ал су адам ағзасы үшін маңызды рөл ойнайды, өйткені ол организмдегі барлық биохимиялық процеске қатысады. Судың адам ағзасы үшін пайдалы қасиеттеріне тоқталатын болсақ, ол ең бірінші ас қорытуды қалыпқа келтіреді және организмге тамақты жақсы сіңіруге көмектеседі. Судың келесі пайдасы қанның қоюлығын төмендетіп, еркін қан айналымын қамтамасыз етеді. Келесі судың пайдалы қасиеті ол мидың жұмысын жақсартады. Су сонымен қатар организмнен зиянды токсиндер мен тұздарды шығарады. Судың келесі бір пайдасы ол терінің жастығы мен саулығын ұзағырақ сақтауға көмектеседі. Су тапшылығы несімен қауіпті? Ағашта өсіп тұрған алманы жұлып, жылы жерге қойсақ, ол біртіндеп бүрісіп қалады. Өйткені жеміс бойындағы судан айырылады. Сол сияқты жаңа піскен жүзімді кептірсе, ол суын жоғалтып, кейін мейізге айналады. Таза ауыз суға мұқтаж адам организмі де бірқатар осындай өзгерістерге ұшырайды. Организмге су жетіспесе, су-тұз балансы бұзылады. Салдарынан бүйрек пен қуықта тас түзілуі мүмкін. Сонымен қатар, судың тапшылығы буындарға да теріс әсер етеді. Буын ауруларын қоздырады. Бұдан бөлек, судың тапшылығы қанның қоюлығына әкеліп соғады. Бұл инсульт, инфаркт, тромбоз, геморрой, варикоз ауруларының даму қатерін арттырады. Судың жетіспеушілігі ас қорытуға да зиянын тигізеді. Ас қорыту ферменттерін бөлу процесі баяулайды. Асқазан ішек жолы ақырын жұмыс істейді. Тамақ ішекте ұзақ уақыт тұрып қалып, алдымен ашу, кейіннен қабыну процесі басталады. Сондай-ақ организмде судың жетіспеушілігі көп жағдайда созылмалы іш қатуға, гастритке, тіпті асқазан жарасына да себеп болады. Судың тапшылығынан тері де қатты зардап шегеді. Ылғал жетіспегендіктен тері шымырлығын тез жоғалтады, жұқарады, солады, әжім түседі. Осылайша судың аздығы қартаюдың көзге көрінетін белгілеріне әкеліп соғады. Ылғалдың жетіспеушілігінен шаш пен тырнақ әлсіз, сынғыш келеді. Сондай-ақ сусыздану несеп шығару жүйесінің жұмысын бұзады және организмнің өздігінен тазару процесін қиындатады. Негізінде судың қажетті тәуліктік дозасы салмақтың 1 келісіне 30 мл-ден 50 мл-ге дейін. Яғни біз оның қақ ортасын 40 мл деп алатын болсақ, салмағы 50 келіні құрайтын адамға күніне кем дегенде 2400 мл, яғни 2,4 литр су ішу қажет дейді дәрігерлер. Әдетте дәрігерлер тәулігіне кем дегенде 1,5 литр, ал аптап ыстықта ең кемі 2 литр су ішуге кеңес береді. Ал енді суды дұрыс ішу ережелерімен танысайық. Бірінші ереже – суды аш қарынға ішу керек. Таңертең ұйқыдан оянғанда 1 стакан таза су ішіңіз. Осылайша сіз түн ішінде қалыптасқан ылғал тапшылығының орнын толтырасыз. Қан қысымын қалыпқа келтіріп, қан айналымын жандандырасыз. Суды дұрыс ішудің екінші ережесі – суды тамаққа дейін ішу. Қарныңыз ашқанын сезгенде алдымен 1 стакан су ішіңіз. Бұл ас қорытуға да жақсы, сонымен қатар ашығу сезімін басады. Яғни сіз тамақты аз жеп, аз калория жинайсыз. Бұл артық салмақтың алдын алады. Суды дұрыс ішудің үшінші ережесі – таңертең міндетті түрде жылы су ішіңіз. Су температурасы дене температурасына тең болса, яғни 36 градусты құраса, тіпті жақсы. Жылы су жақсы сіңеді, тиісінше организм оны сіңіруге энергияны аз жұмсайды. Төртінші ереже – физикалық жүктеме кезінде көп су ішіңіз. Денеге күш түскенде организм ылғалды тез жоғалтады. Сол себепті тапшылықтың орнын толтыру қажет. Егер спортпен шұғылдансаңыз, суды жаттығуға дейін және жаттығудан кейін ішкен абзал. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, қазақша каналымызды қолдап, тіркеліп, лайк басып, осы видеоның сілтемесін достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.